Бүгін біз тек бір мәселені талқылау үшін ғана жиналған жоқпыз. Бүгін біз таңдау жасау үшін келдік. Ұрпақ таңдауы жастар жемқорлыққа қарсы бұл жай ғана әдемі ұран емес, бұл ел болашағын ойлайтын жастардың ұстанымы. Мен жас тарихшы ретінде бір мәселені анық түсіндім. Қоғамдағы кез келген құбылыстардың тамыры өткенде жатады. Жемқорлықта бүгін пайда болған жоқ. Ол әр дәуірде, әр түрлі формада көрініс тапқан. Бірақ сол тарих бізге біраз сабақ береді. Қазақ қоғамының дәстүрлі кезеңіне көз жүгіртсек, билер институтына ерекше орын алады. Төле би, Қазбек би, Әйтеке би біздің санамызда әділдіктің символы қалыптасқан. Олар үшін ең басты қағида ол туралық. Халық арасында тура биде туған жоқ, туғанда биде иман жоқ деген сөз бекер айтылмаған. Билер пара алмады, шешімді туысқандыққа қарап шешпеді. Себебі олардың ең үлкен капиталы ол халықтың сенімі болды. Егер би әділетсіз шешім қабылдаса, ол беделінен айырылып, қоғам арасындағы бүкіл қасиетінен, қадырынан айырылған. Бірақ тарихта кері мысалдар да бар. 19 ғасырда Қазақстандағы отарлау кезеңінде жергілікті әкімшілік жүйесіне старшина болыстар енгізілген. Сол кезде парақорлық кеңінен тарала бастайды. Болыс болу үшін ақша беру, қызметті жеке пайда үшін пайдалану бұл қоғам арасындағы үлкен наразылықты тудырды. Ұлы ақын Абай Құнанбайұлы өз заманында осы құбылысқа өзінің бір сынын айтқан болатын. Ол болыстардың халыққа емес, өз пайда үшін қызмет ететін, бұл дерттің қоғам ішіне үлкен іріткі салатын ескерткен болатын. Мысалы, ол былай дейді: болыс болды мінекей, бар малымды шығындап. Бұл жолдар арқылы Абай биікке жету үшін малын шашып, кейін сол шығын халық есебінен қайтаруға тырысатындарды әшкерелейді. Яғни бұл жемқорлықтың классикалық түрі қызметті пайда көзіне айналдыру болып табылады. Абай үшін әділдік тек моральдық принцип емес, ол ұлт болашағының негізі. Кейін 20 ғасырда бұл құбылыс ешқайда жойылып кеткен жоқ. Кеңес үкіметі кезінде жемқорлық қатты жарияланбағанымен жаңа формаға ауысты. Таныс арқылы өз дегеніне жету, жабық жүйе секілді құбылыстар қоғамда қалыптасқан болатын. Бұл да ашықтықтың болмау есебінен. Ал тәуелсіз Қазақстанда біз бұл мәселемен ашық күресті бастадық. Түрлі институттар, түрлі заңдар қабылданды, цифрлық технологиялар енгізілді. Бүгінде біз ашық үкімет, қоғамды бақылау, электрондық қоғамдық қызметтер арқылы әділдікті нығайтуға қадам жасап жатырмыз. Бірақ тарих бізге бір маңызды нәрсені үйретті. Ешбір заң, ешбір жүйе адам санасы өзгермейінше толық нәтиже бермейді. Баяғы билер дәуірінде ешқандай технология болған жоқ, бірақ әділдік болды. Неге? Себебі әр адамның ішкі жауапкершілігі болды. Қайталап айтам, ішкі жауапкершілігі. Ал бүгінде бізде барлық құрал бар, барлық технологиялар бар, бірақ өкінішке қарай осы принциптер жетіспей жатады. Сондықтан да бүгінгі жастарға үлкен жүк артылмақ. Біз тек өткенді білу үшін ғана емес, біз оны зерттеп, сабақ алу үшін зерттейміз. Егер де біз билеріміз сияқты әділ болсақ, ұлы ойшылдарымыз секілді шындықты айтуға қорықпасақ, біз міндетті түрде бұл жемқорлықты жеңеміз, бұл үлкен дерттен айырыламыз. Бүгінгі таңдау бұл тек бүгінгі шешім емес, бұл ертеңгі тарих. Ертең біреу біздің тарихымызды зерттегенде, сол кезде жастар әділ қоғамды қалыптастырған деп айту керек. Сондықтан да өздеріңізге сұрақ қойыңыздар. Сіздер қандай тарихтың бөлігі болғыңыз келеді? Қорытындылай келе айтарым, жемқорлыққа қарсы күрес бұл заңмен шектелмейтін зат. Бұл санамен, ар-жданмен басталады. Адалдық бұл таңдау, және ол таңдау әрқайсымыздан басталады. Назарларыңызға рахмет.